Тіліңізде дақ болса, мына ауру туралы айтады екен. Бәріңізге ассалаумағалейкум. Сіздермен керек арнасы. Видеоға лайк басып, комментарий қалдырып, қоңыраушаны басып қоюларыңызды сұраймыз. Тілдегі дақты тазалау аурудан айықтырмайтынын біле жүріңіз. Тіліңіздің жағдайы бауыр мен басқа да органдардың саулығы туралы айталады. Дәрігерлер кез келген аурудың алғашқы белгісі тілде көрініс беретінін айтады. Дәрігерге тексерілуге барсаңыз, алдымен тіліңізді көретіні осыдан. Мұны өздеріңізде талай байқаған боларсыздар. Өйткені бауыр, асқазан, ас қорыту, жүйке ауруларын тілдегі дағы арқылы анықтауға болады. Сонымен тілдегі түрлі дақтар қандай аурудың сипаттамасы екенін біліп алыңыздар. Америкалық ғалымдар тіс пен қызыл еттің саулығы бас ауруы мен қарттыққа айтарлықтай кері әсер ететінін анықтапты. Олардың айтуынша, нашар тіс пен қабынған қызыл ет қартайғанда ақыл естің кемуіне әкеледі екен. Тілдегі сұр түсті дақтар асқазан ішек жолдарының ауыратынын білдіреді. Одан бөлек құлақ, тамақ, мұрын ауруларының сыр бергенін айтады. Жалпы тіл асқазанның айнасы делінеді. Асқазан мен ішек, гастрит, тоқ ішектің қабынуы секілді аурулар да тіл арқылы хабар береді. Дәрігерлер асқазандағы проблема тілге дақ болады, ал ішектегі проблема тілдің ойылуына әкеледі дейді. Сондай-ақ тілдегі дақ тамақтың созылмалы ауруынан пайда болады. Сондай-ақ стоматит, танзилит, фарингит аурулары да пайда болғанда тілде сұр түсті дақ басады. Тілдегі ақ түсті дақтар тоқ ішектің саулығының сыр бергенін айқындайды. Егер ішекте құрт, шлак болса, немесе ішіңіз өтіп, ауырса тілге дақ басады екен. Тіпті іш қатудың да тілдің ағаруына себепші болады. Сонымен қатар бауырдың да жұмысын нашарлағанын білдіреді. Ал тіс түбірінің жағдайы тоқ ішек пен бүйректің саулығынан хабар береді. Егер тіліңіздің үсті емес, жан жағы ағаратын болса, онда тыныс жолдарын тексерткеніңіз жөн. Тыныс алу жолдары сыр бере бастағанда тілді ағартады. Одан бөлек жүйке, қалқанша без, иммундық жүйені тексерту керек. Бұл кезде сізге дереу гастроэнтеролог немесе невролог дәрігерінің кеңесін алу қажет болады. Мұндайда темекі шегетіндерде, ағзасына дәрумен жетіспейтіндерде жиі кездеседі. Тілдегі қоңыр түсті дақ ағза Б тобындағы дәрумендерге тапшы болғанда пайда болады. Оған қоса тілдері тілімденіп кетеді. Тілдегі қызыл немесе ашық қызыл түстегі дақ қан тамырлары жүйесі мен тыныс алу жүйесінің ауруға шалдыққанын білдіреді. Сонымен қатар ағзаның қабынғанынан да дерек береді. Тілдегі көгерген түс тыныс алу жолдары мен өкпенің саулығының нашарлағанынан, ауа жетіспеушілігінен пайда болады. Тілдегі қара дақ ас қорыту жолдарының жұмысының нашарлағанын білдіреді. Оған қоса өт қабы, ұйқы безі жұмысының бұзылғанын анықтайды. Егер ағзада қышқыл көбейсе де, тілге қара дақ басады. Тілдегі сары немесе қоңыр түсті дақ бауыр және қалқанша без ауруынан дерек береді. Тілдің қалыңдауы бауыр жетімсіздігінен болады екен. Қалқанша без ауруы да осылай көрініс беретін көрінеді. Сондай-ақ көк талақтың қуаты әлсірегенде де тіл ісініп, қалыңдайды. Тілдің жіңішкеруі қан ауруларынан хабар береді. Сонымен қатар ағзада минералдар мен нәрлі заттар жетіспегенде, ішектің жұмысы бұзылғанда, онкологиялық ауруға шалдыққанда тіл жіңішкеріп қалады. Тілдің созылуы жүрек қан тамыр ауруларынан дерек береді. Тілдің дірілдеуі жүйке ауруларын айғақтаса, ал тілдің құрғап кетуі уланудың, диабет ауруының, тіс ауруларының және дәрумен тапшылығының белгісі болады екен. Құрметті көрермендер, видеоны соңына дейін көргендеріңізге алғыс білдіреміз. Ал сіздің тіліңізде осы аталған белгілер бар ма? Төменде жаза кетіңіздер. Менің ойымша сізде осы аталған белгілер жоқ деп ойлаймын. Денсаулығыңыз мықты болсын.